Қайырлы күн көрермен, Көркем тоқыма каналына қош келдіңіз. Бүгінгі бейне сабақта жаз мезгіліне арналған шляпа тоқимыз. Бұл шляпаны тоқуда рафия жібі және тоқыма бізі қажет болады. Шляпа крючокпен тоқудың ең оңай өрнек түрі орамсыз бағандармен тоқылады. Осы әдісті пайдалана отырып, өлшемге сәйкес үлкендер мен кішілерге де тоқуға болады. Ыстық күннен қорғайтын бас киімді бірге тоқиық. Ендеше іске сәт. Жіп дүкенінде сатылатын өзіңізге ұнайтын түстегі қарапайым рафия жібін аламыз. Және осы жіпке сәйкес келетін тоқыма бізі де қажет болады. Жіптің ұшын дөңгелек етіп орап, видеода көрсетілгенде ілгектер ілуге кірісеміз. Дөңгелектің ортасынан жіптің ұзын ұшынан ілгегіліп аламыз және осы ілгекті крючоктағы ілгекпен біріктіріп, жаңадан ілгек жасаймыз. Ілгектерді ілу барысында санап отырамыз. Барлығы 6 данадан тұратын ілгектер тізбегі болуы тиіс. Жіптің қысқа ұшын тартып, дөңгелекті кішірейтеміз. Мінеке дөңгелектің бойына 6 дана ілгек ілінді. Алғашқы ілгектің көлденең жатқан екі қабырғасының да арасынан біздің көмегімен жіптен ілгек іліп аламыз және бізде тұрған ілгекпен біріктіреміз. Бұл қатардың орамсыз бірінші бағаны болып табылады. Шатасып қалмас үшін бірінші бағанды маркермен белгілеп аламыз. Сызбада көрсетілгенде әрбір ілгектің үстінен 2 бағаннан тоқимыз. Сонда бірінші қатарда бізде орамсыз 12 дана баған пайда болады. Жіптің қысқа ұшын жасырып шығу үшін дөңгелекпен қоса біріктіре отырып, бағандардың арасынан тоқып жібереміз. Мінекей ілгектің екі қабырғасының астынан бір баған, дәл осы жерге екінші бағанды тоқимыз. Келесі 5-ші ілгектің арасынан 9-шы баған, сосын 10-шы баған, 6-шы ілгектің арасынан 11-ші және соңғы 12-ші бағанды тоқып шығамыз. Маркерді шешіп, екінші қатарды тоқуға кірісеміз. Келесі қатардың алғашқы бағанын тоқып, белгі үшін маркер ілеміз. Сызбадан байқаған болсаңыздар, осы қатарда бірінші ілгекке бір баған, екінші ілгекке қосымшамен, яғни бір ілгектің орнына 2 баған тоқимыз. Маркер ілінген бірінші бағанды тоқып алдық. Келесі ілгекке 2 баған тоқимыз. Осылайша қатардың соңына дейін жалғастырамыз. Екінші қатарда да бізде 6 қосымша баған тоқылады. Барлық бағандардың саны 18-ге жетеді. Мінекей осы ілгекке 1 баған тоқимыз. Келесі ілгекке 2 баған тоқимыз. Маркерге дейінгі ілгектердің аралығын осы әдіспен тоқып шығайық. Қатардың соңына да келіп қалдық. Маркерден бұрынғы ең соңғы ілгекке 2 баған тоқылады. Жіптің қысқа ұшын кесіп, 3-ші қатарды тоқуға кірісеміз. Қатардың алғашқы ілгегіне 1 баған тоқимыз және маркермен белгілеп қоямыз. Сызбадан байқаған болсаңыздар, осы қатарда қосымшалы бағандардың арасында 2 жалғыз бағандар тоқылады. Осындай жұп санды жалғыз бағандар тоқылатын кезде, яғни 2, 4, 6, 8 сияқты, оның жартысы қатардың басында, жартысы қатардың аяғында жасалады. Осы қатардың басында бірінші ілгекке 1 баған, келесі ілгекке 2 баған тоқыдық. 3-ші, 4-ші ілгекке 1 бағаннан, яғни жалғыз бағаннан тоқысақ, 5-ші ілгекке қосымшамен, яғни 2 баған тоқимыз. Осы қатардың ортасындағы қосымшалы ілгекті бағандардың арасынан 2-2-ден жалғыз бағанды ілгектер тоқылады. Қатардың соңын бір жалғыз бағанды ілгекпен аяқтаймыз. Оның жұбы қатардың басында тоқылған болатын. Осындай әдіспен қосымшалы ілгектерді бір қатардың бойына немесе дәл жанына тоқымағандықтан тоқымамыз дөп дөңгелек болып шығады. Өйтпеген жағдайда тоқыма 6 бұрыш пішінді болып шығады. Бағандарды тоқу барысында үнемі санап, қосымшалы бағандардың біркелкі орналасуын қадағалаңыздар. 3-ші қатардың соңғы ілгегіне де келіп жеттік. Соңғы ілгекті 1 бағанмен аяқтаймыз. Маркерді шешіп, 4-ші қатарды тоқуға кірісеміз. 4-ші қатарда қосымшалы бағандардың арасынан 3 ілгекке орамсыз жалғыз бағандар тоқылады.
Қатардың басын осы ілгектермен бастаймыз. Мінекей 3 баған тоқыдық. 4-ші ілгекке 2 баған тоқимыз. Осы қатардың соңына дейін әрбір 4-ші ілгекке қосымша бағандар тоқып, қатардың соңын қосымша бағанды ілгекпен аяқтаймыз. 5-ші қатарда қосымшалы бағандардың арасынан 4 дана орамсыз бағандар тоқылады. Яғни қатардың басын орамсыз жалғыз 2 бағанмен бастап, 3-ші ілгекке қосымшамен, яғни 2 баған тоқимыз. Одан кейінгі қосымшалы бағандар әрбір 5-ші ілгекте тоқылады. Арасындағы 4 бағанды жалғыз орамсыз баған етіп тоқып, қатардың соңын осындай 2 бағанмен аяқтаймыз. Осылайша әр қатарда 6 рет қосымшалы баған тоқылады. Және әрбір келесі қатарда қосымшалы бағандардың арасындағы орамсыз жалғыз бағандардың саны 1 данаға артып отырады. Олардың саны осы қатарда 4 дана болса, келесі қатарда 5 дана, одан кейін 6 дана болып, 1 данаға артып отырады. Орамсыз жалғыз бағандардың саны жұп болған кезде, оның жартысын қатардың басында, жартысын қатардың соңында тоқимыз. Шатасып қалмас үшін қатардың басын маркермен белгілеп отырамыз. Сызбада маркердің орны ұзын сызықпен белгіленіп тұр. Осылайша қажетті диаметрге дейін спираль тәрізді етіп тоқып шығамыз. Шляпа төбесінің диаметрін анықтау үшін бас өлшемін 3,4-ке бөлуіміз қажет. Мысалы, маған қажетті 46-шы өлшем үшін 14,5 сантиметрден аса тоқуым қажет. Тоқу тәртібі түсінікті болса, енді қажетті мөлшерге дейін бірге тоқып шығайық. Мінекей, айтылған тәртіпті сақтай отырып 15 сантиметрде тоқып шықтым. Енді қосымша бағандарды тоқымай, осы барлық бағандарды айналдыра отырып, шляпаның қажетті биіктігін тоқып шығамыз. Биіктігін өз қалауыңызға қарай анықтаңыз. Дегенмен, құлақтың жоғарғы бөлігін жабатындай болғаны дұрыс. Шляпаның биіктігін мендегі 46-шы өлшем үшін 7 сантиметр тоқып шықтым. Ал енді тоқыманың қазіргі жиегіне бір қатар жартылай бағандар тоқып шығамыз. Видеода көрсетілгендей, бағандардың арасынан жіпті бізге іліп аламыз, және осы ілгекті біздегі ілгектің арасынан да өткіземіз. Осы жарты бағанмен тоқылған қатар тоқыма жиегінің шетінен көлемді болып томпайып шығып тұрады. Жартылай бағандармен қатардың соңына дейін тоқып шығайық. Ал енді соңғы бағанның ілгегін ұзынырақ етіп тартып, осы ілгекті алғашқы ілгектің жоғарғы бөлігінен төменге қарай өткіземіз. Бұралған баған тұсынан және соңғы осы ілгектің арасынан жаңа баған іліп бір бағанға көтереміз. Жартылай бағандармен тоқылып, төмпешік болып көрініп тұрған көлденең жатқан бағандар тізбегінің әрбірінің 2 қабырғасының да астынан орамсыз бағандар тоқып шығамыз. Бұл шляпаның бетті күннен қорғап, көлегейлеп тұратын бөлігі, яғни палясының алғашқы қатары болып табылады. Шляпаның төбесін тоқуда қосымшалы бағандардың арасында 13 жалғыз орамсыз баған тоқумен аяқтаған болсам, палясын тоқуда оны әрі қарай жалғастырып, әрбір 14-ші орамсыз жалғыз бағандардан кейін қосымша бағандармен, яғни бір бағанның орнына 2 баған тоқып жалғастырамын. Төбесін тоқығанымыз сияқты, қосымшалы бағандардың бір қатардың бойына келіп қалмауын қадағалап, жұп санды орамсыз бағандар қатарында жартысын қатардың басында, жартысын қатардың аяғында тоқимыз. Осылайша қосымша бағандардың саны әр қатарда 6 данаға артып отырады. Егер сіз осы бөлікте барлық ілгектерді тең бөліп, қосымша ілгектерді 6-ға емес, 4-ке немесе 5-ке арттыратын болсаңыз, көлемі панама тәрізді болады. Бір келкі жиілікте қосымша ілгектерді қосып, қатардың соңына дейін тоқимыз. Қатардың басында биіктігін көтеру үшін тоқылған бағанды қалдырып, бірінші баған мен соңғы бағанды біріктіреміз. Екінші қатарды көтеру үшін баған іліп аламыз. Оның дәл астында тұрған тесікке тоқымай, келесі бағанның үстінен бір бағаннан тоқып, тоқманы жалғастырамыз. Неке бір бағанның үстінен 2 баған тоқып,
қажетті орындарда қосымша бағандар тоқимыз. Әрбір қатарда қосымша бағандар арасындағы жалғыз орамсыз бағандардың санын бір данаға арттырып отыруды ұмытпаңыздар. Айтылған тәртіптерді сақтай отырып, қажетті диаметрді тоқып шығамыз. Мен 5 сантиметрде тоқып шықтым. Шляпаның жиегі майыспай көлемін ұстап тұру үшін пластиктен жасалған арнайы тоқыма ригелені болады. Жақын маңдағы дүкендерде ригелен болмағандықтан, осындай орамдағы мыс сымын бірнеше рет қабаттап, шляпаның соңғы қатарымен қосып тоқып шығамын. Өте жіңішке сым болғандықтан, оны 5 рет қабаттап алдым. Қабатталған сымды қажетті мөлшерде кесіп алып, шляпа жиегімен бірге ұстап тұрамыз және жіпті орап, әдеттегідей бағандармен тоқимыз. Соңғы қатар болғандықтан, осы қатарда ешбір қосымша бағандар тоқымауға да болады. Осы қатарды аяқтауға аз қалғанда ғана сымдардың ұшын біріктіреміз. Сымдардың ұштары біріктірілген жерді тоқыма жібімен орап қойсақ, ұштары шықпайды және аса білінбейтін болады. Шляпаның жиегі салмақты әрі әдемі болып көріну үшін, осыған дейін шляпаның биіктігінде тоқығанымыз сияқты, соңғы қатардың үстінен жартылай бағандар тоқып шығамыз. Мінекей, осы қатардың соңына дейін әрбір бағанның үстінен бір жартылай баған тоқып шығамыз. Осымен тоқу процесі аяқталды. Қалған ұштарын жасырып, үтіктің ыстық буын қосып, тегістеп шығамыз. Бізбен тоқуды сіздерге түсіндіре алдым деп ойлаймын. Сұрақтарыңыз болған жағдайда пікір қалдыру бөліміне жазып кетіңіздер. Жаз мезгіліне арналған райфи жібінен тоқылған шляпамыз осымен дайын. Қалауыңызға қарай лентамен сәндеуге болады. Жаз талғамайтын, жаз мезгіліне өте қажетті бас киімді осындай қарапайым әдіспен тоқып көріңіздер. Видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін көп рахмет. Каналыма тіркеліп, пікір қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.